Бүгін сіздермен шоколадты сүзбелі пирог жасаймыз. Видеоны лайк басып, жаңадан есептеу машин тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. 4 жұмыртқаға қантымызды қосып, жақсылап аппақ болғанша миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлеп алғаннан кейін сұйық майымызды құйып, тағы да миксерлейміз. ұн, какао қопсытқышымызды алдын ала илегіштен өткізіп алып, қоспамызға салып, жақсылап миксерлейміз. Құрамы бір келіпті болғанша миксерлеп аламыз. Салмамызды дайындаймыз. Творыққа жұмыртқа, қант, кукурузный крахмал қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Блендер болса блендермен, блендер болмаса миксермен де араластыруларыңызға болады. Бір қалыпты болғанша араластырып аламыз. Формамызды майлап алып, пирогымызды құйып, бетін тегістеп аламыз. Салмамызды канцелярский мешокқа салып алып, видеодағындай көрсетілгендей қылып, пирогымыздың бетіне құйып шығамыз. Пирогтың толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің өзінің пешіне байланысты пісіреді. Менде 40 минуттай пісті. Пирогымыз өте жұмсақ және дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Пирогымыз піскеннен кейін міндетті түрде салқындатып аламыз. Салқындамаған пирогымызды кеспейміз. Пирогымыз өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Менің арнамда көптеген рецепттер бар. Тіркеліңіздер. Видеоны лайк басып, жаңадан рецепт машин тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет сіздерге.